Delfindir, tangajayip жаратылыстар. Олар балық емес, сүт кіректілер. Бұл дегеніміз, олар біз сияқты ауамен тыныс алады. Дельфиндер бүкіл әлемдегі мұхиттар мен теңіздерде өмір сүреді. Олар өздерінің ақылдылығымен және ойын құмар мінезімен танымал. Өзінің сымбатты денесімен және мейірімді жүздерімен дельфиндер біздің қиялымызды жаулайды. Бұл жануарлар біздің жүрегімізде ерекше орын алады. Дельфиндер әртүрлі өлшемде болады. Кейбіреулері кішкентай, мысалы Мауи дельфині. Басқалары әлдеқайда үлкен, мысалы косатка, оны кит деп те атайды. Атауына қарамастан, косаткалар шын мәнінде дельфиндердің бір түрі. Барлық дельфиндердің ортақ белгілері бар. Олардың денесінің пішіні үшкір, арқасында арқа жүзбе қанаты және ескектері бар. Дельфиндер өте әлеуметтік жануарлар. Олар топтасып үйір деп аталатын топтарда өмір сүреді. Бұл үйірлер бірнеше дельфинді жүздеген дельфинге дейін болуы мүмкін. Топ болып өмір сүру дельфиндерге азық түлік табуға және бір-бірін қауіптен қорғауға көмектеседі. Дельфиндер теңіз экожүйесінің маңызды бөлігі болып табылады. Жыртқыштар ретінде олар балықтар мен кальмарлардың популяциясын бақылауда ұстауға көмектеседі. Алайда олар сондай-ақ ластану, тіршілік ету ортасының жоғалуы және балық аулау торларынан туындайтын қауіптерге тап болады. Дельфиндер бүкіл әлемдегі мұхиттар мен теңіздерде кездеседі. Кейбір түрлері жылы тропикалық суларды жақсы көреді. Басқалары суық аймақтарда кездеседі. Дельфиндер тыныс алу үшін ауаға қол жеткізуі керек. Алайда олар өмірінің көп бөлігін су астында өткізеді. Олар тыныстарын таңқаларлықтай ұзақ уақыт ұстай алады. Кейбір дельфиндер жағалаудағы аймақтарда тұрады. Олар жағаға жақын жүреді. Басқалары ашық мұхитта кездеседі. Олар азық түлік іздеп алыс қашықтыққа саяхаттайды. Дельфиннің тіршілік ету ортасы оның түріне және азық түліктің болуына байланысты. Дельфиндер бейімделгіш жаратылыстар. Олар әртүрлі ортада өмір сүре алады. Дельфиндер өздерінің экожүйесінде маңызды рөл атқарады. Жыртқыштар ретінде олар балықтар мен кальмарлардың популяциясын бақылауда ұстауға көмектеседі. Алайда олар сондай-ақ ластану, тіршілік ету ортасының жоғалуы және балық аулау торларынан туындайтын қауіптерге тап болады. Дельфиндер керемет әсем жүзгіштер. Олар су ішінде оңай сырғанайды. Олардың үшкір денелері мұхиттағы өмірге тамаша бейімделген. Дельфиннің торпеда тәрізді денесі су ішінде қозғалған кезде кедергіні азайтады. Бұл оларға өте жылдам жүзуге мүмкіндік береді. Олар өздерін алға жылжыту үшін қуатты құйрықтарын пайдаланады. Олардың ескектері оларға бағыттауға және маневр жасауға көмектеседі. Дельфиндер таңғажайып жылдамдыққа жете алады. Кейбір түрлері, мысалы кәдімгі дельфин, сағатына 40 шақырымға дейін жүзе алады. Олардың жылдамдығы мен ептілігі оларды тиімді аңшы етеді. Дельфиндердің жүзудің ерекше тәсілі бар. Олар құйрықтары мен денелерінің жоғары төмен қозғалыстарының үйлесімін пайдаланады. Бұл негізінен құйрықтарын жан-жаққа қозғалтатын балықтардан ерекшеленеді. Порпоизинг деп аталатын бұл ерекше жүзу стилі оларға ұзақ қашықтыққа энергияны үнемдеуге көмектеседі. Дельфиндер өте дауысты жануарлар. Олар бір-бірімен әртүрлі дыбыстарды пайдаланып байланысады. Оларға шертулер, ысқырықтар және шырылдар жатады. Ғалымдар бұл дыбыстар әртүрлі мақсаттарда қолданылады деп санайды. Дельфиндер дыбысты азық түлік табу, қоршаған ортаны шарлау және бір-бірімен байланысу үшін пайдаланады. Әрбір дельфиннің өзіндік ерекше ысқырығы бар. Бұл ысқырық оларды басқа дельфиндерге танытатын ат сияқты. Дельфиндер сонымен бірге айналаны шарлау және жемтігін табу үшін эхолокацияны пайдаланады. Олар судағы заттардан секіретін дыбыс толқындарын шығарады. Жаңғырықтарды тыңдау арқылы олар қоршаған ортаның дыбыстық картасын жасай алады. Дельфиндердің байланысының күрделілігі әлі зерттелуде. Зерттеушілер дельфиндердің күрделі ақпаратты жеткізу үшін дыбысты қалай пайдаланатыны туралы көбірек білуде. Кейбір ғалымдар дельфиндердің тіпті өз тілі болуы мүмкін деп санайды. Дельфиндердің адамдармен өзара әрекеттесу тарихы өте ұзақ. Көптеген мәдениеттерде олар ақылдылықтың, әсемдіктің және сәттіліктің символы ретінде қарастырылады. Дельфиндердің адамдармен достық және көмекші түрде әрекеттескені туралы көптеген әңгімелер бар. Дельфиндер көбінесе адамдарға қызығушылық танытады.
Олар қайықтар мен жүзгіштерге жақындауы мүмкін. Кейбір жағдайларда дельфиндердің адамдарды акулалардан қорғағаны немесе адасқан жүзгіштерге жағаға оралуға көмектескені белгілі. Дельфиндер мен адамдар арасындағы осы тығыз қарым-қатынас оларды соншалықты тартымды ететін нәрселердің бірі. Алайда дельфиндердің жабайы жануарлар екенін ұмытпаған жөн. Олар мейірімді болып көрінгенімен, оларды қауіпсіз қашықтықтан бақылау маңызды. Біз олардың кеңістігін құрметтеуіміз және олардың табиғи мінез-құлқына кедергі келтірмеуіміз керек. 6 бөлім ойынқұмар және әлеуметтік үйірдегі өмір. Дельфиндер өте әлеуметтік жануарлар. Олар үйір деп аталатын топтарда бірге тұрады. Бұл үйірлердің мөлшері түрлерге және азық-түліктің болуына байланысты өзгеруі мүмкін. Үйірде өмір сүру дельфиндерге көптеген артықшылықтар береді. Бұл оларға тиімдірек аң аулауға, жыртқыштардан қорғануға және балаларын өсіруге көмектеседі. Дельфиндер өздерінің ойынқұмар мінезімен танымал. Олар көбінесе бір-бірін қуалау, судан секіру және толқындарда жүзу сияқты әрекеттермен айналысады. Ойын дельфиндердің әлеуметтік мінез-құлқының маңызды бөлігі болып табылады. Бұл оларға әлеуметтік байланыстарды дамытуға және маңызды дағдыларды үйренуге көмектеседі. Үйір ішінде дельфиндер күрделі әлеуметтік қарым-қатынасқа ие. Олар бір-бірімен әртүрлі дыбыстар мен дене тілін пайдаланып байланысады. Олар азық-түлік табу және балаларын бағу үшін ынтымақтасады. Үйір ішіндегі мықты әлеуметтік байланыстар бұл таңғажайып жануарлардың өмір сүруі үшін өте маңызды. 7 бөлім таңғажайып интеллект. Дельфин сияқты ойлау. Дельфиндер жер бетіндегі ең ақылды жануарлардың бірі болып саналады. Олардың денелерінің мөлшеріне қатысты ми үлкен. Олар проблемаларды шешу қабілеттерімен, үйрену қабілетімен және күрделі коммуникативтік дағдылармен танымал. Ғалымдар дельфиндердің интеллектісі бойынша көптеген зерттеулер жүргізді. Олар дельфиндердің айнадағы өздерін тани алатынын, абстрактілі ұғымдарды түсінетінін және күрделі тапсырмаларды үйрене алатынын анықтады. Тіпті кейбір дельфиндер адам тілін түсінуге және бұйрықтарды орындауға үйретілген. Олардың интеллектісі олардың күрделі әлеуметтік өмірімен және мұхит ортасында жүзу және азық-түлік табу қажеттілігімен байланысты деп есептеледі. Дельфиндер зерттеушілерді таң қалдыратын және қызықтыратын ерекше когнитивті қабілеттерді көрсетеді. 8 бөлім достарымызды қорғау, қауіп төнген дельфиндер. Ақылдылығы мен бейімделгіштігіне қарамастан дельфиндер көптеген қауіптерге тап болады. Ластану, тіршілік ету ортасының жоғалуы және балық аулау құралдарына кездейсоқ түсіп қалу, олар кездесетін қауіптердің бірнешеуі ғана. Адамдардың әрекеті бүкіл әлемдегі дельфиндер популяциясына айтарлықтай әсер етуде. Бұл таңғажайып жаратылыстарды қорғау біздің міндетіміз. Біз пластикті пайдалануды азайту, балық аулаудың тұрақты тәжірибесін қолдау және теңізді қорғаудың маңыздылығы туралы хабардар ету арқылы өз үлесімізді қоса аламыз. Бірлесіп жұмыс істеу арқылы біз дельфиндердің болашақ ұрпақтар үшін біздің мұхиттарымызда өркендеуін қамтамасыз етуге көмектесе аламыз. Көптеген ұйымдар дельфиндерді қорғауға және зерттеуге арналған. Бұл ұйымдар дельфиндерді зияннан қорғау, жарақат алған жануарларды қалпына келтіру және осы ақылды және сезімтал жаратылыстарды қорғаудың маңыздылығы туралы халыққа білім беру үшін жұмыс істейді. 9 бөлім қорытынды сөз. Дельфиндер сиқыры. Дельфиндер біздің жүрегімізде және қиялымызда ерекше орын алады. Олардың ақылдылығы, әсемдігі және ойынқұмар мінезі бізді таң қалдыруды жалғастыруда. Бұл таңғажайып жаратылыстар бізге жер бетіндегі тіршіліктің керемет әртүрлілігін және мұхиттарымызды қорғаудың маңыздылығын еске салады. Дельфиндер туралы көбірек білген сайын, біз олардың күрделі әлеуметтік өмірін, ерекше интеллектісін және теңіз экожүйесіндегі маңызды рөлін тереңірек бағалаймыз. Бұл таңғажайып жаратылыстарды қорғау және болашақ ұрпақтарға дельфиндердің сиқырын сезінуге мүмкіндік беру біздің міндетіміз.